Бірінші мен өзіңе звондадым, дұрыс па? Звонит басып тастадым, қайта-қайта. Одан кейін мен саған жаздым. Мынау не деп жаздым? Артық ештеңе жазған жоқпын. Мынау не? Неге бұлай жасап жүрсің деп жаздым. Сен не істедің? Көзіңе делген жоқсың, ештеңе қылған жоқсың, просто алдыңда мен блокқа тығып тастадың. Одан кейін мен сізге звондадым. Аға, мен Ырысбала деген қарындасыңыз боламын. Шардарада тұрам, қызым, нағыз қызыңыз ба? Осындай нәрсе болып жатыр екен. Соны мен сізге әкесі деп алдыңыздан өтіп айтайын деп жатырмын. Сіз не дедіңіз ар жақта? Шеше істегендер кім болсаңдар, обаңдар білгендерді істеп алыңдар деп. Сіз маған айттыңыз ғой кеше, кім болсаң обал, қолыңнан келгенді істеп ал деп. Аға, бүткілі менде жазылып тұр. Екеуміз 15 минут сөйлестік. 15 минут әкеп қойып берейін ба? Қолыңнан келген істеп ал дедіңіз. Аға, қойсаңызшы, істеп алайын ба дедіңіз. Мен вообще шоқ қалдым, білмегенім ғой, білсек болсын, аяқ кешін тұр, аяғына жалынатын болсын. Жоқ, мен сізге де айттым сол кезде. Жоғай деп қойдыңыз болды. Мен кем мынау Шардарадан бар ғой, 1040 адам болса, неғып именно сіздерге барып соқтықсам мен, егер қызыңыз кінәлі болмаса, жоқ, мен осыншама немене ел деп, жер деп, бала шағам бәрін тастап жүрмін таңнан кешке дейін. Осындай қыздар менің абыройымды қасықтап жинап жүрген абыройым төгушін істеп жүрмін осының барлығын. Кеше мен адам сияқты саған жаздым бірінші осыны әке-шешеңе жеткізбейін, сен де қызсың ғой деп. Қорқаң ғой, жас қой енді, кішкентай ғой енді. Қайдағы жас маған? Кеше деген зіркілдеп тұр еді ғой. Кішкентай емес, бәленің бәрін біліп тұрып істеп тұр. Кішкентай емес, бәленің бәрін біліп тұрып істеп тұрсың. Ана номеріңе атыңды конкурс деп жазып қойып, сен кішкентай болсаң, сен бала болсаң, оны білмейтін едің. Бәленің бәрін біліп істеп тұрсың. Қолыңмен істедің ба, мойныңмен көтересің енді. Адам сияқты алдыңа мен сенің бірінші жаздым, звондадым. Көзіңнің сорасын ағытпа енді маған. Менің атымды былғап, елдің ол біреудің соңғы 5000 теңге шығар, сен қаяқтан білесің оны? Еще как қайтарады. Сен жаздың ғой сен. Ырысбаладан 100 000 теңге ұттыңыз, 5000 теңге комиссиясын салып жібер деп. 5000 теңгесін алдың ба? 5000 теңгесін алғанның бәріне 100 000 теңгеден қойып бересің орнына. Мен сотта соны талап етем сенен. 18-ге толмағансың ба, әке-шешең алады жауапкершілігіңді. Участковый барды ғой кеше, бәрін түсіндірді ғой сенің тірлігіңнің. Сен оны прекрасно біліп істеп отырсың. Басымды қатырма. Мен адам сияқты осыған жеткізбейін деп саған да жаздым. Сізге де айттым. Қандай Қазақстан дейсің? Неме бұл Қазақстаннан басқа әлемде басқа Қазақстан бар ма еді? Мені мазақ қылып сөйлестіңіздер ғой сол кезде. Олар Өзбекстаннан жақында көрсетілдіңіздер ғой. Енді біле бермейді. Бұл қыз неғып келген? Қайда сіз өтірік айттыңыз ғой, бір-ақ адамнан алған деп. Қайдағы бір-ақ адам? Мен не ерігіп жүрмін ба не? Әрқайсысын деп білгендеріңді істейсіңдер менімен. Елдің анау жинап, елдің соңғы 5000 теңге шығар оны. Естемекші едің ғой 5000 теңгемен. Ұялмайсың ба сен сөйтіп істеуге? Сен әлі бесіктен белің шықпаған қызсың. Сіздер қайта маған рахмет айтыңыздар. Мынаның алаяқтығын сіздер балталап отырсыздар мектепте тұрған. Бұл сіздің үйіңізде, кішкентай ауылда тұрып осындай нәрсе істеп жатыр. Ертең қалаға барғанда не істемейді бұл? Мен қазір сені кешірсем, ертең сен сияқты тағы бір арам тамақ шығады ана жақтан. Ойыстып айғаласпай қояйықшы, тілімізбен күнә жинамай қояйықшы деп. Бірінші саған жай сөзбен жаздым мен. Жазасын алсын, қолмен істейді. Пәленбай адамның 5000 теңгесін сыпырып алады. Ырысбаланың конкурсы деп. Сен менің кім екенімді білесің ба? Менің осындай екенімді біліп тұрып, сен неге маған жапсасың? Білмей қалған ғой енді. Ырысбала, елден бастан қылыш кеспес дейді. Қылыш кесе ма, кеспей ма, оны өздеріңіз не қылбаңыздар. Маған өйтіп айтпаңыздар апай. Анау сен алған 9 адам 5000 теңгеден. Менің қарғап сілеп, менің көрде жатқан әкеме дейін тіл тигізіп отыр. Түсініп отырсың ба сен соны? Сол 9-ның бәрі скринда бар, әкеп көрсетем. Құдайдан тапқыр деп маған арам тамақ деп аузына келгенін айтып отыр. Арам тамақ деп аузына келгенін айтып отыр. Сол біздің арам ақшамыз тамағыңнан өтпей қалсын деп мен қарғап отыр 9 жағынан. Соның бәрі менің еріма тимей ма? Аға, сіз кешірім сұрамаңыз менен. Сіз кешірім сұрайтын ештеңе істеген жоқсыз. Сіз менің әкеммен үзеңгілесіп болған адамсыз, сөйтіп менің алдыма келмеңіз аға. Сен қалай ұялмай 9 ана екеуін қайтардың 10-11 55 000 теңгені не басымен алып отырсың? Сол 5000 теңгені тауып отқан мынау сенің шешең, әкең сияқты адамдар ғой? Жерден қазып жатыр ма не 5000 теңгені адамдар? Сонда сенің көз жасың көз жас, ана халықтың 5000 теңгесі көз жас емес па?
Мен сені тауып алып үстіп келмегенде сен қайтармайсың ба сол ақшаны? Историяға не? Бір Эльвира Н дегеннен түскен 5000 теңге. Міне Жанара А 5000 теңге. Міне Ара А 5000 теңге. Міне Алима П 5000 теңге. Нұрбейбі Қ 5000 теңге. Шолпан Б, Ләззат Т, Күләйша К міне 5000 теңге. Зәуреш И міне 5000 теңге. Ақбаян Б міне 5000 теңге. 9 адамнан түскен ғой негізі. 9 адам екен. Мына екеуін қайтарды қазір. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сен жаздың ғой, ырысбаладан 100 000 теңге ұттың деп, мен жазған жоқпын. Енді сол ұтқан комиссия алдың 5 000 теңге деп, дұрыс па? Енді бер соның 100 000 теңгесіне. Сен жаздың ғой, қолмен істедің. Бер енді. 9-на сал 100 000 теңгеден. Қаяқтан табасың, ояқтан тап. Сотталғың келмей ма? Қайтар. Міне, істе 900 000 теңгесін бер ал. Маған сен бір тиынның керек емес екен. Бар ма 900 000? Керек емес екен. Бар ма 900 000 теңге? Қайтар. 90 теңгесі жоқ қазір. Bir kesin Болса да ғой. Қандасым айналайын. Өтініш сенен бір жол кесілді. bir жолға келді. Вообще, мен қолым күйген ұстаман бәрін алып не? Енді немнеге істедің әлі істемей? Ақмақ қылған. Телефоныңыз бар ғой менде, хабарласамыз, малымда да бар. Бол бар.